Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін мен сіздерге осындай зебра тортының рецептісін ұсынамын. Бұл тортты мен айран қоспай, сары май қосып жасаймын. Сонда өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен осындай бір ыдысқа 4 жұмыртқаны жарып аламыз. Енді осы жұмыртқаның үстіне қантымызды қосамыз да миксермен көпіргенше миксерлейміз. Біздің қантымыз бен жұмыртқамыз әппақ болып көпіру керек. Міне осылай ағарғанша миксерлейміз. Ендігі кезекте біз сұйық майымызды қосамыз. Енді сұйық майды бір араластырып аламыз. Ендігі кезекте айранның орнына мен ерітілген сары май қосамын. Сары май қосқанда біздің тортымыз жұмсақ, сондай нәзік болып шығады. Немесе қалауларыңызша сұйық майдың орнына айран қосып та жасауға болады. Ендігі кезекте қопсытқышты осылай ұнның бетіне салып бір араластырып аламыз. Енді ұнымызды ситадан өткізіп, осылай массамызға қосамыз. Барлығын бірден қоса салмаймыз, 2-ге 3-ге бөліп қосамыз. Тура осылай ұнымыздың барлығын салып, миксерлеп аламыз. Енді дайын болған массамызды бірдей қылып, тең 2 бөлікке бөліп аламыз. Бірдей қылып осылай 2 бөлікке бөліп алдық. Енді жарты массамызға біз какаомызды қосып миксерлейміз. Міне біздің қара массамыз да дайын болды. Енді пергамент қағазын осылай формаға төсеп аламыз да массамызды осылай кезек-кезек құямыз. Тура осы видеодағыдай құйсаңыздар болады. Осылай массамызды барлық жеріне жайып аламыз да шпажкамен немесе сіріңкенің шиімен осылай әдемілеп барлық жеріне жайып шығамыз. Енді тортымызды духовкада мөлшермен 180-200 градуста пісіріп аламыз. Тортымыздың піскен-піспегенін біз ортасына шпажка тығып көреміз. Міне біздің тортымыз пісті. Енді сіріңкенің шиімен осылай тортымызды әрбір жерден тесеміз. Ендігі кезекте сүтпен пропитка жасаймыз. Осылай сүтті тортымыздың барлық жеріне құйып шығамыз. Ендігі кезекте біз бетін әсемдеуге кірісеміз. Осылай сливкимен Қазақстан шоколадымыздың жарты бөлігін осындай бір ыдысқа салып, газда ертіп аламыз. Еріген шоколадымызды осылай араластырып тұрып, тортымыздың бетіне құямыз. Одан кейін қасықпен осылай барлық жеріне жағып шығамыз. Міне біздің тортымыз дайын болды. Өздеріңіз видеода көріп тұрғандай өте жұмсақ болып шықты. Тура осындай өте дәмді зебраны жасап көргілеріңіз келсе, менің каналымнан көрсеңіздер болады. Және де рецепттер ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийда пікірлеріңізбен бөлісіп қойыңыздар.